Сәлем достар, байланыста жұмбақ әлем. Аль Капоне, Америкадағы ұйымдасқан қылмыстың пайда болуына себепкер болған әйгілі американдық гангстер. Альфонсо Габриэль Капоне 1899 жылы 17 қаңтарда Бруклинде дүниеге келген. Габриэль Капоне мен Тереза Райл бұл уақытта 3 жыл тәрбиелеп отырған болатын. Альфонсодан кейін тағы 5 бала дүниеге келді. Баланың ата-анасы итальяндық эмигранттар Америкаға 1894 жылы жақсы өмір іздеп көшіп келеді. Әкесі шаштараз болып жұмыс істеді, ал анасы тігінмен айналысты. Альфонсоның агрессивтілігі мектептің 1-ші сыныбынан бастап біліне бастады. 6-шы сыныпта ол сабақ кезінде мұғалімді ұрып тастай жаздаған. Капоне 14 жасында оқуын тастап, кездейсоқ жұмыстар істеп жүрді. Осы уақытта ол гангстер Джонни Торионы кездестіріп, оның Джеймс Стрит бандасына қосылады. Олар көп ұзамай Пол Келли басқарған Five Points бандиттік тобының құрамына кірді. Банданың негізгі қызметі бопсалау мен заңсыз ойын бизнесі болды. Альфонсо ресми түрде Гарвард Inn клубында күзетші ретінде жұмыс жасап жүргендей болады. Капоненің бойы ұзын болмаса да, ірі дене бітіміне ие болды. Ал бетіндегі тыртықты сол клубта жүріп жергілікті қылмыскер Фрэнк Галучионнан сыйға алған болатын. 18 жасында жас жігіт полицияда әйгілі тұлғаға айналды. Оған көптеген қылмыстар мен тіпті 2 кісі өлтіру бойынша айып тағылды. Түрмеге барғысы келмеген Капоне тұрғылықты жерін ауыстыруға шешім қабылдап, Чикагоға көшті. Жаңа қалаға көшкеннен кейін түбегейлі өзгерістер басталды. Енді ол уақытының көп бөлігін жеңіл жүрістілер үйінде сутенерлыққа арнады. Ол The Four Deuces деп аталатын бар ашады. 1-ші қабатта сыра залы, 2-ші қабатта казино, ал жоғарыда бордель болды. Бұл жер көп ұзамай жылына $35 миллион әкелетін пайдалы кәсіпорынға айналды. Қазіргі ақшамен есептесе табыс $400 миллион асады. Сол кезде Джон Торио істен кетіп қылмыстық империя тізгінін 26 жасар Капонеға тапсырды. Ол жеке кәсіпкерлерге белгілі ақша сомасына оларды полиция мен бандиттерден қорғау туралы ұсыныстар жасаған. Бас тартатын болса, мекеме сол күні жұмысын тоқтатып, немесе тіпті жабылуға дейін барған. Түсіп жатқан пайданы заңдастыру үшін ол кір жуу желісін ашуды шешті. Бұл қызметтің құны өте арзан болып, миллиондаған тұтынушыларға ие болды. Аль Капоне үнемі қылмыстық қақтығыстар ортасында жүрді. Капоне билігінің алғашқы жылдары 500-ден астам гангстердің өлімімен аяқталды. Көп ұзамай Чикагода орыс, ирланд және мексикалық бандалық топтар қалмады. Капоне өзінің гангстерлерін тапаншалардың орнына автоматтар мен қол пулеметтерімен қаруландырған болатын. Альфонсо қарсыластарын жою үшін автокөлік стартеріне жарылғыш орнатып, кілтті бұраған кезде көлік атылатын етіп жасап отырған. Алайда ең есте қалатын оқиға ғашықтар күні болды. 1929 жылы 14 ақпанда Капоне виски қоры сақталған банда мүшелерінің қоймасына басып кірді. Альфонсоның адамдары полиция киіммен кірген болатын. Банда мүшелері оларды тұтқындайды деген оймен қабырға бойына тізіліп тұра қалды. Тұрғандардың түгелі арқасынан атылып өлтірілді. Аль Капоненің өмірі 14 жасынан бастап қылмыстық ортада өтті. Жеке өмірі жеңіл жүрісті қыздармен байланысты болған соң, ол 16 жасында бірнеше венерологиялық аурулар мен сифилис жұқтырып үлгереді. Қанша емдеуге тырысқанымен бұл аурулар Капоненің өмірінің соңына дейін бірге жүрді. Ол 19 жасында үйленіп, ұлы Альберт дүниеге келді. Ұзақ уақыт бойы полицияда ФБР-да итальяндық мафияны басқарған адамға айып тағылмады. Сөйтіп билік басқа қулыққа жүгінді. Капонеға табыс салығын төлемеген үшін айып тағылды. 1931 жылы ол 11 жылға бас бостандығынан айырылып үлкен айыппұл төледі. Бас мафиози өзінің қарамағындағыларға бұйрық бере алмайтындай етіп оқшауланды. Алдымен ол Атланта түзеу мекемесінде отырды. Содан кейін оқшауланған Алькатрас аралындағы түрмеге жіберілді. Капоне оған берілген 11 жылдың 7 жылын толық отырып шықты. Бұл мерзім бас мафиозидің денсаулығына нұқсан келтіру үшін жеткілікті болды. Босатылғаннан кейін ол түрмеге жабылғанға дейінгі сияқты қылмыстық билікке ие болған жоқ. Альфонсо 1947 жылы 25 қаңтарда Флоридада өзінің саяжайында жүректен қайтыс болды. Бастапқыда ол Чикагода жерленген болған. Бірақ зиратқа туристер бара бастаған соң Иллинойс штатында қайта жерленді. Менің бүгінге айтарым осы. Ал сіздер каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.